діндарлардың өзі дейді қазіргі кезде осы уәдеден қашу үшін дейді түрлі андай қорғаныс механизмдерін жасап алады деп айтады. Жалпы Иә. діндарларға да өтіп кетті жағдай. Олардың өздері жағдай қорғаныстың неше түрлі механизмдерін жасап алып жағдай уәдеден қашудың мың түрлі сылтауын іздеп тұрады деп айтады. Енді оның бір несі ретінде иншалла деген сөзді айтады. Иншалла деген сөздің мағынасы Құдай қаласа деген сөз ғой. Сол осы философияны алды да мұсылмандар жаңағы өзіне қорғаныс механизмі ретінде алып алды дейді да. Соны біреу тұрып алып, уәдеңде тұрасың ба, ертең келесің ба десе, Құдай қаласа деп айтады дейді да, иншалла деп. Енді соның егер мәнін ақтаратын болсаң, жаңағыдай айтты енді. Уәдеңде тұра аласың ба десе, или уәдеңде нағып тұрмадың, кеше нағып келмедің десе, енді уәдеңде тұрғым келген негізі, бірақ Құдай қаламай қойды. Не істейсің енді? Құдай қаламағаннан кейін мен тұра алмадым уәдемде. Иә. Енді Құдай қалағанда уәдемде тұратын едім деген сияқты мынандай немен қашып кетеді дейді да жағдай. Сондықтан даже мұсылман адамның өзін жағдай, уәдеңді берсейші, мынаны істей аласың ба десе, ана иншалла деген қорғаныс механизмді алып алады дейді да, кез келген жерде иншалла, иншалла деп қашып кете береді дейді. Түсіндің ғой? Сондықтан таттала уәденің ауырлығы сондай, діндарлардың өздері сылтау іздеп кетті деп айтады. Сол уәдеден өздерін босатып жіберу үшін. Түсіндің ғой? Сондықтан бұл өте үлкен ауыр аманаттардың бірі деп айтады. Сондықтан ар ожданынан ана азабынан құтылу үшін бәрі осындай арият ненің жағдай уәдеден тайқудың, қашудың мың түрлі жолын осылай тауып алады деп айтады. Яғни сен уәдеде тұрдым деген сөз, ол жауапкершілік арқалау дегенмен кәдімгі ассоциациялар кете береді. Адам жауапкершілік арқалайды. Қандай жағдайда жауапкершілік арқалайды? Егер ол уәде беріп, уәдесіне тұра алса, соның өзі жауапкершілік арқалау болып саналады. Біреу мысалы семьясын үйленеді, әйелімен тұрады мысалы, сөйтіп отбасылық жауапкершілікті арқалайды. Енді ол жауапкершілік арқалаудың фундаментінде уәде тұр. Яғни әйелімді жаңағыдай мен сені асыраймын, өлгенше бірге боламыз, бір жаста қартаямыз деген сияқты уәде. Бала шағасына да сондай жаңағыдай әкеліп не ретінде қараймын деген бәрібір уәденің мынандай несі тұрады түбінде. Яғни мемлекетте де мысалы мына ел басқарады ғой жұрт. Ел басқарған кезде де соның да фундаментінде уәде тұрады. Яғни мына елді мен адал басқарамын, адал қызмет етемін деген сияқты уәденің платформасы тұрады. Яғни осыны сен уәде берген кезде сен автоматты түрде жауапкершілік арқалайсың. Түсіндің ғой? Соғысқа барған жануарларда ант беріп жатады, енді қорғаймыз деп, ұйықтамаймыз деген сияқты, қырағы боламыз деп. Сол уәде берген сәтте ол да кәдімгі жауапкершілік арқалайды. Яғни адамның жауапкершілік арқалауының мынандай баспалдағында фундаментінде, яғни осы уәде феномені жатыр. Егер уәде болмайтын болса, феномені адам онда жауапкершілік арқаламайды.